сәлеметсіздер ме? Біз бүгін бетке пайдалы маска жайлы айтатын боламыз. Осы масканы қолдану арқылы беттеріңізді тазартып, жақсы нәтиже көруге болады. Құрамына крахмал қосылған маскалар теріні жасартатынын білесіз бе? Крахмалдың түрі көп: жүгері крахмалы, картоп крахмалы, күріш крахмалы, тағы басқа. Сол сияқты бүгіннің қайсыда бірден әсер етеді деп айта аламын. Мен ұсынған маскалардың ішінен өзіңе ұнаған таңдап қолданып көріңіз. Сосын біреуіне тоқтап тек соны немесе әрине түрлерін қолдана бересіз. бір айда нәтиже байқалады, бірақ сол нәтижені тұрақтандыру үшін 1 жыл үзбей масканы жасаған дұрыс дер едім. Бірінші маска: 1 ас қасық картоп крахмал ұнтағын 50 мг ыстық суға салыңыз. Қою болуы керек, жақсылап араластырыңыз. Оған 1 шай қасық кастор майын және май түріне айе дәруменін 6-7 тамшы қосыңыз. Бет терісіне жағып 30 минуттан соң жылы сумен жуыңыз. Екінші маска: 1 ас қасық картоп крахмалына 1 дана жұмыртқа ақуызын қосыңыз. Ақуызды бөлек ыдысқа әбден былғап алған жөн. Егер қоспа тым сұйық болса, тағы да крахмал қосуға болады. Ал қоюланып кетсе, азырақ ыстық су құйыңыз. Жақсылап араластырып теріге жағыңыз. 10 минуттан соң тағы да 1 қабат етіп жағып шығыңыз. Маска теріде әбден құрғаған соң жылы сумен жуу керек. Үшінші маска: әжімді азайтумен қатар теріңізді ағартыңыз келсе, лимон сөлін қосу қажет. 1,5 қасық крахмал ұнтағын, жұмыртқа ақуызы және жарты тілік лимон сөлін сығып қосыңыз. 1 тектес жағылған маска теріңізді 1 реттік қағаз майлығымен жабыстырып қоюға болады. Егер маска артылып жатса, тоңашқа сақтап, ертеңінде пайдалануға зиян емес. Төртінші маска: балық майы, авокадо жемісі және картоп крахмалы қажет. 1 ас қасық крахмал ұнтағына 50 мг су құйып, баяу отта 1 қайнатып алыңыз. Қою қоспаға 1 шай қасық балық майына және 1 шай қасық езілген авокадоны қосып араластырыңыз. Тазартылған бет пен мойын терісіне жағып 30-20 минуттайын бөлме температурасына құбыр сумен жуыңыз. Балық майы таза омега-3, ол терінің серпімділігін арттырады, зат алмасуды жақсартады. Ал авокадо әжімді тегістеуге ықпал етіп, нәрлендіреді. Егер авокадоның жемісін таба алмасаңыз, оның майын дәріханалардан, косметика сататын дүкендерден іздеп көріңіз. Авокадо езбесін майымен алмастыра аласыз. Бесінші маска: 1 ас қасық крахмал ұнтағын ыстық сумен араластырып алыңыз. 1 шай қасық бал қосыңыз. Бет терісіне жағып, құрғаған соң жуыңыз. Бұл маскадан соң міндетті түрде өзіңізді қолданып жүрген нәрселеріңізден кремді жағуды ұмытпаңыз. Міне, осы крахмалдан жасалатын 5 масканы пайдаланып көрсеңіз болады. Жақсы нәтиже аласыз. Ішінен ұнағанын таңдап, соны 1 ай үзбей қолдансаңыз, жақсы нәтижеге ие боласыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.